Қазір осы жолы енді бір жақсы пікір айту керек болып тұрсың бір құрама жайлы. Өзбекстан құрамасы әлем чемпионатына. Өзбекстан терма жамасы өте керемет дайындықпен келе жатыр. Жаһан чемпионаты. Иә, жаһан чемпионатына шықты. Сөйтіп, бұл енді мына өзбек бауырларымызға енді жанкүйерлік етеміз. Мына енді біраз қазақтар іштері күйіп, өзбектер шықты, біз шыға алмай қалдық деп жатыр ғой енді. Дұрыс, ол да бір жағынан енді бақталастық көршілес болғаннан кейін ол енді табиғи жағдай. Но, тем не менее, я вам скажу, я буду болеть за сборную Узбекистана. Өзіміздің бауырлар, енді мынау өзбек өз ағаң садағаң деп қазақтар бекер айтпаған. Оның үстіне мына көршілесіміз шығып отыр. Енді мынау Ресей мен Украинаға талай жанкүйер болдық қой. Қаншама жыл. Совет үкіметі ыдырап кетсе де 30 жыл болды. Әлі сол жанкүйерлер бар. Біздің үйдегі пақандарға айтсаң бар ғой. Тепілсемен бір ақ жібереді. Ресей туралы сөз келтіруге болмайды оларға. Путиннің қызыл кнопкасы деген әңгіме бар ма еді? Жары жібереді Путин. Пютинге айтсам қазір дейді. Сондықтан енді осындай жағдай. Сондықтан Украинаға болеть ететін менің ағаларым бар. Мен өзім Динамо Киевтің фанатымын. Сөйтіп келдік қой енді. Бірақ менің енді қазір көзқарасым өзгеріп отыр. Әлем чемпионатында ол екеуі де жоқ. Өзбекстанға жанкүйер боламыз. Ауылда бір ағаларымыз бар, ойбай мұсылманмын ғой деп Иранға жанкүйер болып отырады. Ол да енді бір жағынан олардың правасы.